Сәлем қыздар, бүгін палау пісіреміз. 1 килограмм күрішке 350 граммдай сұйық май, етін қалауыңша саласыздар. Одан етін қуырып, үстінен пияз бен сәбізін қосамыз. Қалауыңша бұрыш қоссаңыздар болады. Оны жақсылап қуырғаннан кейін күрішімізді сол кезде қайнаған суға 10 минутқа бұқтырып қоясыздар. Сәбізімізді жақсылап қуырып, үстіне күрішімізді жуып сала береміз. Видеодағыдай саласыздар. Қазанымызға мән бермеңіз, ол 40 жылдық қазан. Бір қасық, үлкен қасықпен тұзымызды қосамыз. Суымызды құямыз. Күріштің бетінде 1 сантиметрде жоғары болу керек суымыз. Оны жоғары отта қайнатасыздар. Жақсы қайнау керек, барлық жері қайнағаннан кейін суы тартыла бастайды. Суы тартылады. Сол кезде күрішті ортаға жинап тастаймыз. Ортаға жинадыңыздар. Жинап, үстіне крышкасын басып тастаймыз 10 минутқа. Сосын 10 минуттан кейін крышкасындағы суын сырқып, үстіндегі тағы 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін тағы ашып, осылай бетін күріштерді осылай аударамыз. Тағы крышкасын бұқтырып жауып тастаймыз. Тағы 10 минуттан кейін уже палауымыз піседі. Ас болсын. Бірақ мен ыдысқа салғанымды ұмытып кетіппін. Дәмін өздеріңіз көресіздер. Сау болыңыздар. Ас болсын.